Ақтөбе облысы Темір ауданы Саркөл жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысы Шәкір Әділет Мәлікұлы. Абай Құманбаев қыз. Ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алыс, үскірік, аязбен қар кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпайда бөркін киіп оқшыр айтып аязбен қызарланып азарланды. Бұлттай қасы жауып, екі көзін басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сұрқ кетіп долданғанда алты қанат ағорда үйше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы домбығып үсік шалды. Шиде мен тон қабаттап киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қазмас қайран жылқым титтігі құрығына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқыма итке малды, сонара малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бос қамалды, ит жегенше Қандыбай қанай жесін, құр жібермес мына аңтырған кәрі шалды.